Бірінші сұрақ. Бейсен Құранбек деген ағамыздан кезінде Facebook парақшасында мынандай сұраққа сауалнама жүргізеді. Ағлы адам дегеніміз кім деген сұраққа жауап береді. Осы сұрақтың жауап берген бірнеше жауаптарды ескере келе, ағлы адам мынандай критерийлерге сай болу керек деп атап өтеді. Біріншісі ол ағлы адам деген адал адам, екіншісі әділ адам, үшіншісі шыншыл адам, төртіншісі ұяты бар адам, бесіншісі жақсылыққа жаны құмар болады. Одан кейін обал мен сауапты ойлайтын болады. Одан кейінсі оның адамгершілік қасиеті жоғары болады. Ең соңғысы былай деген екен. Жаны, ойы һәм мына нәрсесі таза кісі деген. Ағлы адам дегеніміз адал, әділ, шыншыл, ұяты бар, жақсылыққа жаны құмар, обал мен сауапты ойлайтын, адамгершілік қасиеті жоғары, жаны, ойы һәм қолы таза.